кеш, құрметті көрермен. Эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар қызметі. Студияда Алтынгүл Машкенқызы. Бүгін хабарымызда. Жоғары лауазымды шенеунікке жала жапқан үшін кешірім сұралды. Есеп беріліп, жыл қорытындыланды. Балбөбек балғындар жаңа жылдық шырша мерекесін атап өтуде. Жаңа жыл барлық тілек пен үміттер орындалатын жыл. Ұлттық қауіпсіздік комитеті жала жабу фактісін әшкереледі. Ахметовтың ісі бойынша сотталған адамның туған ағасы қаржы полициясы қызметкерлерінің ашық үндеуі деп аталатын хатты ұйымдастырғанын мойындап, жоғары лауазымды шенеунікке жала жапқан үшін кешірім сұрады. Қарағанды қаласының Қазыбек би аудандық сотында қаржы полициясы қызметкерлерінің ашық үндеуі деп аталатын хатты таратқан үшін айыпталған Дәулет Сәрсенбаевқа қатысты сот отырысы өтті. Айыпкер Серік Ахметовтың ісі бойынша сотталғандардың бірінің ағасы. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың күзінде әлеуметтік желілерде Ахметовтың ісін тергеп жатқан тергеу тобының бірнеше қызметкері тергеу кезінде жалған әрекеттерге жол берілгенін мойындап отыр деген мазмұндағы үндеу таратылған болатын. Мұны былай қойғанда, осы хатты ұйымдастырушылар бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктерді, оның ішінде Нығматуллиндер әулетін тілге тиек етеді. Хат жалған болып шықты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері біршама техникалық сараптамалар жүргізу нәтижесінде арандатушылық әрекетінің дәрменсіздігін толық дәлелдеп шыққан. Тергеу нені көрсетті? Біріншіден, арнайы қызмет қызметкерлері бірнеше заттай айғақтамаларды, оның ішінде айыпкердің компьютерін тәркілеген. Компьютерден жалған хат таратылғаннан анағұрлым ертерек жазылған, үндеудің түпнұсқасы табылған. Екіншіден, 50-ден аса куәгерден жауап алынып, олардың берген мәлімет деректерінің негізінде Сәрсенбаевтың жалған хатты дайындауға қатыстылығы нақтыланған. Бірнеше мәрте өткізілген бетпе-бет жүздесулерден кейін және заттай айғақтамалардан бұлтара алмайтынын түсінген айыпкер өз кінәсін мойындаған. Мен істеген ісім үшін кінәлімін. Тергеу тобынан Қожамжаровтан және де Нығматуллиндер әулетінен кешірім сұраймын деп мәлімдеген айыпкер. Оның айтуынша, Ахметовтың ісі бойынша сот жүріп жатқан кезде ол өзінің інісі Бауыржан Әбдішевке көмектесу тәсілдерін іздестірген. Сосын ең тиімді жол бұқаралық ақпарат құралдарында және де әлеуметтік желілерде қоғамдық пікір тудырып, сот шешіміне ықпал ете алатындай ақпарат орналастыру деп шешім қабылдаған. Міне осылайша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық бюро төрағасы Қайрат Пернешұлы Қожамжаров пен Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің басшысы Нұрлан Зайроллаұлы Нығматуллиннің атынан айтылған кінә тағулар ұйымдастырылған түрдегі жала жабу болып шықты. Қылмыстық істер кодексінің 3-ші бөлімі 419-шы бабына сәйкес көпе көріну жалған ақпарат таратқан үшін Дәулет Сәрсенбаев сот шешімі бойынша шартты түрде 2 жылға сотталды. Сатпаев қалалық әкімдігінің дін мәселелерін зерттеу орталығында қала басшысы Әнуар Омардың төрағалығымен жиын өтіп, онда орталықтың жылдық жұмысы қорытындыланды. Орталықтың жұмысына қатысып жүрген ақпараттық насихат тобының белсенді мүшелері де алғыс хаттарға ие болды. 2014 жылы қала әкімі Әнуар Омардың ұйытқы болуымен құрылған орталық 2015 жылғы жұмыс жоспарын толық орындады. Орталық жанындағы ақпараттық насихаттық топ мүшелерінің қатысуымен өткен жиында жылдың қорытындысы шығарылды. Жиынды жүргізген қала басшысы Әнуар Серікбайұлы жүргізіліп отырған жұмыстың нәтижесінде зерттеу мен талдау барысында орталық арқылы жат ағымдардың қандай сипаттағы, қандай қызығушылықтары мен өз қатарларын көбейтетіндіктері белгілі болғандығында тілге тиек етті. Қазір жалпы республика бойынша да, әлем бойынша да бұл қандай нәубет екені белгілі болды. Оның сипаттары белгілі болды. Оның қандай тәсілдермен өзінің қатарына адамдар тартып отырғаны негізінен белгілі. Жаңағы материалдық қызықтырулар болсын, басқа да жағдайлармен. Және өздерінің арасында қандай топтарға бөлінгені белгілі болды. Мысал үшін мейламат халиттер деп айтайық, сурариттер деп айтайық, тактишілер деп айтайық. Осы бәрі салафист болып аталып тұрғанмен салапшы болып, олардың осы топтарының өзінің бір-бірімен қарым-қатынасында әртүрлі мәселелер бар екені де белгілі болды. Осы топтарға бөлінген адамдардың мінез-құлқы, пиғылы, олардың жаңағындай террористік актіге дайындық деңгейінің де әртүрлі екені белгілі болды. Яғни осындай бір тәжірибелер жинау арқылы қазір бұл топқа кірген тұрғындармен де, осы кез келген жастағы оның ішіндегі азаматтармен де жұмыс істеуге болады. Және оларды дұрыс жолға салуға болады. Бұл құбылысты түбегейлі жоюға болады. Оған өзіміз сенімге тиістіміз, сеніп отырмыз. Себебі бір көзсіз сенім емес, әйтеуір оптимистіктен туған. Осындай жұмыстардың нәтижесінде қол жеткізіп отырған өзіміздің нақты жетістіктерімізге байланысты, яғни сол жетістіктерге алып берген тәсілдерді жалғай отырып біз осы табысқа жетуге тиістіміз.
Орталық жанындағы ақпараттық насихаттық топ мүшелерінің қатысуымен өткен кездесуде Сатпаев телеарнасының дайындаған бейнеролик көрсетілді. Бағдарламада шатағымның жетегінде кетуге қандай себептер мен салдар болды, олар қалай өзгерді және қандай өкініштерге тап болды деген сауалдарға жауап болатын мазмұндағы бағдарлама көрсетілді. Сондай-ақ орталықтың бір жылдан аса уақыт ішінде атқарған шаралары да бағдарламада толығымен қамтылған. Орталық қызметкерлері түрлі форматтағы 192 кездесу ұйымдастырды. Оған 13 мыңнан астам адам, оның ішінде 8 мың жас өскін қатысты. Қала әкімінің алғы сөзінен соң орталық қызметкерлері баяндама жасап, іс-шара соңында ақпараттық насихаттық тобының белсенді мүшелері Сатпаев қаласы бойынша діни ахуалды жақсарту мақсатында ақпараттық түсіндіру тобы жұмысына белсене араласып, Қазақстан Республикасының діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013-2017 жылға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға атсалысқаны үшін бірқатар топ мүшелері арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Сатпаев қаласының дін мәселесін зерттеу орталығы жұмыс істеп жатқанына бір жарым жылдай уақыт болды. Осы бір жарым жыл ішіндегі атқарылған іс-шаралары бойынша бүгін өздерінің жұмыстарын қорытындылап, арнайы түсірілген бағдарламаның тұсаукесерін орталықта өткізіп отырмыз. Бұл тұсаукесерге осы дін мәселесімен айналысып жүрген азаматтарды шақырып, жаңа бағдарламаны көрсету арқылы оның қаншалықты жастарға тиімділігі, халыққа көрсетуге бола ма, сол жөнінде ортаға салмақпыз. Сол жаңа бағдарламаны. Ол бағдарламада бір жыл бойы осы дін мәселесі зерттеу орталығының айналысқан жаңа жұмыстар көрсетіледі. Бұл жерде жастармен айналысқан, өткізілген шаралары, конференциялар, семинарлар, сонымен қатар жаңағы дін жолында адасып жүрген азаматтармен сұхбат. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңа жыл қашанда әр адамның жүрегіне жаңа үміттер мен аппақ армандар ұялататын, ғажайып қиялдарға қол создыратын ең сүйікті мерекеміз. Қаламыздағы балабақша қабырғаларында жаңа жылдық мерекелер бірінен соң бірі жалғасып, бүлдіршіндерге шат-шадыман қуаныш сыйлауда. Балабақша балалары болашақ иесі болғандықтан дүниежүзілік мәдениетті танитын, мәдениетін білетін, сыйлайтын, рухани дүниесі бай, саналы, ойлайтын, деңгейі жоғары білікті болуы міндетті. Сатпаев қаласы балаға мейірімді қала халықаралық жобасы аясында жұмыс жасайтын номер 5-ші Нұрбөбек балабақшасында бүгін жаңа жылдық мереке қарсаңында қалыс қалмай әр топтар арасында жаңа жылдық шыршалар ұйымдастырылды. 26 бүлдіршіні бар Күншуақ ортаңғы тобының жаңа жылдық ертеңгілігі ұйымдастырылып, балғын балалар бал тілдері мен үйренгендерін ортаға салды. Бар тәттіні, бар жылы жұмсақты кішкентай бүлдіршіндерге сыйлауға асығатынымызда жасырын емес. Ертеңгілік аясында осы бүлдіршіндердің бүгінде сүйікті мульт топтамаларының кейіпкері Маша мен Аюда қонаққа келіп, балғындардың өнерлерін тамашалады. Түрлі ертегі кейіпкерлермен бірге балғындар ертегілер әлеміне саяхат жасап, ойындар ойнап, достық жырын жырлап, ертеңгілікті барынша қызықты өткізді. Қызықты ойын, көңілді би, әсем әнмен өрілген шара аясында Аяз ата мен Ақшақар қонаққа келіп, ата-аналар мен бүлдіршіндердің көңілін көтерді. Көптен күткен Аяз ата мен Ақшақарды ортаға алып, өздерінің өнерге деген талаптарын да көрсетіп, салтанатты жағдайда жаңа жылдық шыршаның отын бірге жақты. Осылайша қызылды жасылды шамдары жарқылдаған, әдемі безендірілген алып шыршаның маңына топтасқан бөбектер жаңа жыл ертеңгілігін Аяз ата мен Ақшақардың әнімен аяқтады. Бір сағаттық мерекелік шарада Аяз атаның қолынан сыйлық алған бүлдіршіндер мәз-мейрам болса, өз балаларына осындай көңіл-күй сыйлаған тәрбиеленушілерге ата-аналар атынан алғыс айтылды. Кеш қонақтары, мекеме басшысы, біздің бүгінгі тәрбиешілеріміз, барлықтарыңызды жаңа жыл мерекесімен, жаңа 2016 құтты болсын, жаңа жыл жаңа қолайым табыстарға толы болсын. Барлықтарыңыз еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Ата-аналардың атынан
Балғын бөбектерге арналған жаңа жылдық мереке қаламыздағы номер 22-ші Құлыншақ балабақшасында жалғасын тапты. Жасыл шырша жанына жиналған бөбектеріміз жаңа жыл әнін орындап мерекелік кештің сәнін келтірді. Балалардың барлығы карнавалдық костюмдермен келіп, өздерінің өнерлерін ортаға салып, жаңа жылдық өлеңдер айтты. Осындай өлең жолдарынан кейін балғын бөбектер сахналық қойылымды көпшілікпен бірге тамашалады. Сахнаға шыққан ертегі кейіпкерлері қасқыр мен қоян балалармен амандасып жаңа жылдық кеште ән салып би билеуге шақырды. Осы сәтте сахнаға шыққан Бармали жаңа жылдық кештің Аяз атасыз өтпейтіндігін айтып, кештің сәнін бұзуды көздеді. Аяз атаның келуін қалаған балалар Бармалидің шартын орындап, оның қызыққа толы ойындарын бірге ойнады. Ақылдылығымен танылған барлық балалар Бармалидің көңілінен шықты. Сонымен қатар балалар чунга-чанга биін билеп, ата-аналардың қошеметіне бөленді. Және де сахнаға шыққан қызыл телпек те балалармен амандасып, олармен ойын ойнап, балалардың көңілін көтерді. Ал жаңа жылдық мерекенің сәні болған Ақшақар сахнада ән салып, Аяз атаны шақырды. Балалардың барлығы Аяз атаны қошеметпен күтіп алып, онымен ән салып, шыршаны айнала би биледі. Балалардың өнеріне тәнті болған Аяз ата мен Ақшақар олардың жаңа жылдық мерекеге арналған өлең шумақтарын тыңдап риза болды. Өнердің қыр-сырынан танылған балғын бөбектер орыс тілінде, қазақ тілінде және ағылшын тілінде де ән салып, көрермен қауымды таң қалдырды. Қай баланы алып қарасақ та, барлығы сиқырға толы таңғажайып мереке жаңа жылды асыға күтеді. Аяз ата мен Ақшақардан тәтті сыйлықтар алуды, оларға ән салып тақпақ айтуды біздің балғын балаларымыз армандайды. Міне сол армандары бүгін орындалып, өнер көрсеткен барлық балалар сыйлықтың астында қалды. Жалпы Құлыншақ балабақшасында өткен жаңа жылдық шырша мерекесі өз деңгейінде өтіп, шара соңы Ақшақарлар әнімен аяқталды. Жаңа жыл барлық тілек пен үміттер орындалатын жыл. Адам баласы жаңа жылды жақсы үміт, жақсы ниет, тілекпен қуана қарсы алады. Жаңа жылдық мерекеге орай өздерінің құттықтауларын білдірушілер қатары аз емес. Жаңа жыл өткен жылдың қорытындысын жасап, атқарылған істі саралайтын кезең екендігі белгілі. Халқымызда өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп деген даналық сөз бар. Біз қашанда өткенге салауат айтып, болашақтан жақсылық күткен халықпыз. Құрметті сәтбаевтар, сіздерді келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жылда сіздерге зор денсаулық, мол бақыт және еңбектеріңізде табыс тілеймін. Келесі жаңа жыл ешқандай төтенше жағдайларсыз өтсін. Тек қана мол табыс берсін. 2015 жыл барлығымыз үшін берекелі де жеміс жыл болғандығы анық. Біздің көп ұлтты өңірімізде татулық пен достықтың, ынтымақтастық пен бірліктің бұзылмас қамалы қалыптасты. Осы ымырашылдық бізге кез келген қиындықты жеңуге септігін тигізуде. Келер жыл толағай табыстар әкеліп, халқымыз игілікке, мемлекетіміз молшылыққа, әр шаңырақ береке, бақыт пен шаттыққа кенеле берсін. Бүгінгі күнге әріптестерімнің дайындаған ақпараттары осындай болды. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Эфирде қайта жолыққанша аман сау болыңыздар.